Әйел махаббаты. Құдай-ау, біз көріспегелі 10 шақты жылдан асып кетіпті ғой. Бәтимаш, ол кезде біз қыз едік. Бес биенің сабасындай толық, етжеңді келген қара торы әйел Бәтима өзінің бір кезде қыз болғанына шынымен таңырқай сәл аңырып қалды да, диванда шалқайып жатқан күйінде сағынып көріскен досы Зияны құшағына қыса түсті. Қыз күнінде бәрі жақсы, жаман қатын қайдан шығады деген осы екен-ау. Қазіргі түріміз мынау деп қойды. Сен айтпайым деді аздан соң Зияға күле қарап. Бойың өсіп, бет-бейнең ашаңданып, денең толысыңқырағаны болмаса, сол уылжыған қалпың. Әлі қыздан арқысың. Мектепте жоғарғы кластарда оқып жүргенде өзімізді бой жеткен санаушы едік. Бал екенбіз онда. Студенттік жылдар ғой шында өрен сүрген кезіміз. Бір қалада оқымағанымызды айтсаңшы. Сенімен бірге осы Алматыға келмегенім әлі өкінем. Онда Бәкеңе кездеспейтін едің ғой, деді Зия ойна қылана. Солай екен-ау. Бірақ Бәкең болмаса Сәкең кездеспес пе еді? Кім дейсің? Сәкең. Әйтеуір біреу дегенім ғой. Аз үнсіздіктен соң қалжың ғой бәрі де деп қосып қойды Бәтима ақталған түрімен. Мектепте 10 жыл бойы бірге оқып, құлын тайдай бірге ойнап бірге өскен құрбылар енді 12 жыл өткен соң бірақ кездесіп, осы аз ғана уақыт ішінде соншама өзгергендеріне іштей таң қалысып, бірінен бірі көз айыра алмай ұзақ отырды. Кеше ғана тұлымдары желбіреген қыз еді-ау екеуі де. Енді міне құшақтасып күлісіп, біраз мауқын басқан соң екі әйел үй, тұрмыс, тіршілік жайын сөз етіп кетті. Екеуден екеу отырып қою шайды тартып алған соң әңгіме тіпті қыза түсті. Таусылар емес. Зия, деді бір кезде Бәтима кенеттен. Көптен көкейінде жүрген сұрақ есіне жаңа түсіп. Осы сен күйеуіңнен неге айырылыстың? Қанша сұрасам да хаттарыңнан ештеңе біле алмадым. Анығын айтшы. Зияның жүзіндегі күлкі лезде тарады да, бет пішіні ойлы, қамырықты қалып қауысты. Мінезіміз үйлеспеді, деді көзім бір нүктеден алмаған күйі. Келісе алмадық. Тағы соныңды айттың. Түсінбедім сені. Естуімше ол соншама атақты адам болса да, жібекте есілген биязы, үлкенді аға, кішіні іні деп тұратын мейірбан жан көрінеді. Білетіндердің бәрі солай дейді. Ал сен тіпті бала кезіңнен өзіңде аса ұстам дедің. Тұрмыстарыңда жаман болған жоқ. Сонда неменеге келісе алмадыңдар? Келіспедік, деді Зия Бәтима айтқан сөздерді естімегендей қимылсыз күйінде. Той қарсаңындағы хаттарыңмен дәл сақтаулы. Не деп жазып едің сонда? Өмірлік серігім болатын адамға кездестім, бақытымды таптым деп. Бәтима, деді Зия жалынғандай дауыспен. Мені тағы азаптағың келіп отыр ма? Сенен неше рет сұрадым осыны сөз қылмай-ақ қояйық деп. Сағынып кездескен құрбысынан мұндай ренішті сөз күтпеген Бәтима тосылып қалды. Өзгергеніміз ғой, деді аздан соң жәбірленген кейіппен. Сыр жасырушым едік бұрын. Бірақ менің анық білетінім, сен оны әлі ұмытқан жоқсың. Ұмыта алмайсың. Кімді? Зия селт етіп Бәтиманың аузына қарады. Кімді болушы еді? Арыстанды дағы. Сол кісіні жамандаған бір адам көргем жоқ. Өзі де Құдай берген жігіт қой, жұлдызы жанып ақтыр. Бұл бастағаны ғана. Әлі жас, 30-дың ішіне жаң енді. Доктор, профессор. Не керек Зия, бақытыңды басқа дептің? Бақытымды? Зия ауыр күрсініп алды. Бақытымды басқа тептім ғой шынында да. Құдай маңдайыңа жазған қосағың емес пе Арыстан? Ту, Бәтимаш-ай, тағы да Арыстаныңда келдің бе? Зия денесін суық қарағандай құшақтасқан қолын жазып, Бәтимадан алшақтан қарап отырды. Сенің маңдайыңа жазылған Арыстан еді дедің бе? Айтайын енді. Алтыңда кім екенін. Мен өмірімде ондай адамды көрген емеспін. Ол ешкімге де ұқсамайтын. Толқынды, қалың қара шашын шалқасынан қайырып қоятын. Желкесіне дейін жететін. Арты көтеріліп, күдірейіңкіреп тұратын. Онысы өзіне ерекше өң беретін. Ол сұлу емес еді, бірақ сымбатты тын. Аяғын салмақпен басып шайымен, ойланып жүріп келе жатқанда жұрттың бәрінен еңселі көрінетін. Оның көзі, сен сондай көзді көргенің бар ма? Тыныш жатқан терең қара сулар болады ғой, соған ұқсас еді. Тіпті теңеу таба алмайым. Күлмейтін, үнемі бір қалыпта
тұңғиық селт етпеген күйінде тұратын да қоятын. Мен кейде Короленконың соқыр музыкантының көзін ұқсататынын, біздің қыздардың бірі оның көзі өлген адамның көзіндей деп еді. Рас, кейде жанарынан жылт еткен от көрініп қалатын. Онысы ерекше көңілденген кездерінде болушы еді. Әйткенмен бұрынғы қалпына тез түсетін. Оның көзі неге сондай болды екен деп жиі ойлаймын. Әлде бақытсыздығынан ба? Әлде ой үстінде жүргендіктен бе? Ол консерваторияда оқитын. Институтымыздағы көркем өнерпаз үйірмесін басқарушы төсек тартып жатып қалыпты да, уақытша соның орнына келіпті. Аты Төлеген екен, жібегін іздеп жүрген көрінеді деп күлісті алғашқыда қыздар. Ол композитор еді. Жүрек толқытар сырлы әндері ауыздан ауызға көшіп жаңа тарай бастаған кезі. Атағы шықпаған, бірақ әнін естіген, өзін білетін адамдар тек соның болашағынан үлкен үміт күтетін. Жүріс-тұрысымен, сөйлеген сөзімен Төлеген қыздардың бәрін де баурап алды. Алғашқы күні ілме сөз, қақпа қалжыңдар жайында қалды. Орынсыз бірден айтып қоймайық деп ойлана, имене сөйлейміз. Қыздардың әрқайсысы ақ жібек болғысы келеді. Маған ұнады Төлеген. Бірақ менде әйелдің әлі өмірді білмейтін, әлі ләззаттың дәмін татпаған парықсыз әйелдің тәкаппарлығы бар еді. Кезекті репетициядан тараған соң қыздардың бәрі у-шу болып ананы-мынаны айтысып жатқанда мен сөздеріне көп араласпай, әрнені қиялдап, өзіммен өзім отырам. Төлегеннің көзі маған алғашқы күні ақ түсті. Мен аңғармаған, аңғарсам да елемеген қалып таныттым. Өзің білесің, менде біраз даусым болатын. Бізде жақсы әнші қыздар да бар еді. Кейбіреулері радиодан да айтатын, әйткенмен Төлеген басқалардан гөрі маған көбірек ілтипат білдірді. Мен ән салғанда аузыма қарайтын да қалатын. Аздан соң мұны біздің қыздардың бәрі де байқады, сондықтан мен Төлеген масаттанбасын деп оның әндерін онша ұнатпайтын сияқтандым. Ал басқа қыздар үйде ауыздарынан тастамайды. Өз жазғаныңды өзің қайта-қайта тыңдағаннан асқан азап жоқ деп Төлеген өз әндерін айтқызбайтын. Бірақ кейде аңылдап қосылып кеткенімді аңғармай қалушы едім. Бір күні Төлеген жаңадан шығарған әнін үйретті. Ән бәрімізге де ұнады. Ал мен оның сөзі мен сазына елтіп мас болғандай едім. Жігіт ғашығына өзінің жүрек сырын ашатын. Қызғаныш деген сезімнің дәмін алғаш сол жерде таттым. Сірә Төлеген бұл әнді сүйген қызына арнаған болар деп ойладым. Төлеген, осы әнді сіз орындайсыз ба дегенде қуанғаннан не істерге білмедім. Өзімнің сертімді ұмытып та кетіппін. Сол кезде мен шын бақытты екем. Димаш, бірақ адам бақыттың қонғанын білмейді, ұшқанын біледі дейді ғой. Бақ қонғанын мен де білмеппін. Келесі репетицияда Төлегеннің әнін жеке өзім айттым. Сөзімен әуеніне беріліп кеттім білем, ән салып тұрғанда ештеңені көргем жоқ. Тек соңын қайырғанда ғана Төлегенге көзім түсті. Маған қадала қарап қалыпты. Бетіне адам көз тоқтата алмастай еді. Сол күні киноға шақырды. Қайтар жолда ұзағырақ жүріп қалыппыз. Түнде тамаша еді. Жапалақтап қар жауып тұрды. Жер дәппақ, көк дәппақ. Анда-санда үстіне қонған қар салмағын көтере алмай күрт етіп сынған бұтақ дауысы естіледі. Екеуміздің қалайша тез ұнасып кеткенімізді білмеймін. Қол ұстасқан қалпымыз ақша қарды жалдап, мүлгіп жатқан көшелерді бойлай көп жүрдік. Сөйлескеніміз жоқ, құр жүрдік те қойдық. Жауып тұрған кіршіксіз таза қармен қалоттар шағылысып, аспан самалады ай жарық. Жоғарға қарасаң қалбалақтап келе жатқан ұлпа ірі қар түйіршіктері көрінеді. Кенет Төлегенге еркелегім келіп кетті. Қарап тұр деймін сенге көшіп алғанымды өзім таңғармай. Мен қазір ана түсіп келе жатқан қарды қағып алам. Қайсысын дейді Төлеген. Жауып тұрған қар түйіршіктерінде сан жоқ. Қайсысын екенін өзім де білмеймін, бірақ әне біреуін деймін көкке қолымды созып. Сүйдеймін де алақанымды жайып тұрам. Менің қолыма жаңа бір түйіршік түссе, балаша екеуміз де мәз боламыз. Үстіңді қара әппақ дейді Төлеген бір кезде. Қарасам пальтомның омырауын, иығын ұлпа әппақ қарғаптап алған. Төлегеннің үсті басы да сондай. Тоңған жоқсың ба? Жоқ деймін. Төлеген менің бір жерімді ауыртып алмайын дегендей үстімдегі қарды жайлап сипай қағады. Қолының жылуын бүкіл денем сезгендей мен де оның иығындағы қарды түсірем. Сөйтіп тұрғанда кенет Төлеген мені қатты құшақтап алды да, Зия сол сәтті басынан жаңа ғана өткізгендей ерні балбырап, көзі күлімдеп аз отырды да, Батима деді құрбысының иығына қолын салып. Алғаш сүйіскенің есіңде ме? Ең алғашқысы. Кіммен?
бәкеңмен бе? Жалпы дегенім ғой, бәкеңмен болса да. Қанша жыл өтті содан бері? Қайсы бір қызықтар есте қалды дейсің? Немене, бәкеңе дейін болып бет біреуің? Бәкеңе 4-ші курста кездестім ғой. Оған дейін қайғы сау жүруші еді. Өйтіп-бүйтіп долбарлап ретін келтірді ғой бәкеңді. Сол жас сыптай жігіт кезінде қазіргісінен де ебедейсіз еді сорлы. Өзін онша ұната да қойғам жоқ. Әйтеуір біреумен бас қосу керек болған соң. Қазіргі кезде махаббат дегеннің өзі қозы мен баянның заманы өтіп кетті ғой. Бірақ бәкеңді кейін қалай жақсы көріп кеткеніме таң қалам. Енді сол мал табарымды ешкімге айырбастамас едім. Балаларыңда? Кімде бала жоқ дейсің? Оларды қойшы. Бәкең менің жүрегімді балалар арқылы емес, өзінің көнбістігімен жаулап алды ғой. Әлі күнгі сол күйінде тұр десем тұрады, жүр десем жүреді. Суретін көрдің ғой. Қазіргіден сидалау келгені болмаса, жігіт кезінде де нағыз маубастың өзі еді. Ал сенің төлегенің просто молодец екен. Қызды алғаш киноға шақырған күн сүйіп алу деген. Бұл біздің соңғы сүйісуіміз еді деді әңгімесін қайта жалғап. Алғашқы және ең соңғы. Оның демі оттай ыстық еді. Ал ерні мені өртеп жібере жаздады. Буындарым босап еріп бара жаттым. Сол сәтте төлегеннің өзі қыса құшақтап тұрмаған болса құлап қалар едім дейім. Кейін арыстанмен бірге жүрген кездерімде мұндай ләззаттың дәмін де татқан емеспін. Бірақ өзімді өзім алдап, оны сүйем деп жүре бердім. Кейде шын солай сияқты көрінетінде. Арыстан ол кезде аспирант еді. Ал төлеген тағы сүймек болғанда бірақ жейдім есімді. Өзіме оны қаншама жақындата болғанымды тез аңғардым. Масқарай, таныспай жатып, ақындар, өнер адамдарының бәрі жүргіш келеді дейтін. Әрине, мен мұның алғашқы қыз емеспін. Сол көп қыздың бірінде етіп мені де тастап кетеді. Басыма жалт етіп келген ой осы болды. Сол сәтте мен дөрекілеу бір қимыл көрсеттім. Төлегенді кеудесінен итеріп жібердім білем, әйтеуір сытылып шықтым. Содан бастап өзімде әлі күнге дейін анық түсінбейтін бір іс басталды. Төлеген күн ара, кейде тіпті араға күн салмай келеді. Мен көбіне шықпаймын. Уақытым жоқ дейім, жалғыз ауыз сөз. Ал төлеген мұңайып тұрып кетіп қалған соң, бөлмеге келем де төсекте жатып алып оны ойлаймын. Жаңа шықсам ғой. Қазір қолыстасып анадағыдай жүретін едік. Мүмкін тағы да. Сол сәттің қайталануын аңсаймын. Жан тәніммен беріл аңсаймын. Бірақ неге екенін білмеймін, үнемі өз сезіміме қарсы әрекет етіп отырдым. Кейде шығушым. Киноға, не театрға барамыз. Ондайда сыртта ұзақ қалмауға тырысам. Төлегенді бойыма жуықтатпаймын, тіпті қол ұстасып та жүрмейтін болдық. Үнемі көкейімдегі сөздерді емес, басқа бірден айтам. Ол әңгімеге мүлде қатысыз болып шығады. Төлеген менімен сырласып, әңгімелескісі келуші еді. Өзінің армандарын, ойларын айтатын. Консерваторияны бітірем дейтін ол. Содан соң сен де мединститутты бітіресің. Ештен аңғармағандай ары қарай еліп әкетем. Содан соң мен өзіміздің ауылға қайтам. Ал сіздер атақ, даңқ алу үшін Алматыда қала бересіздер. Атақтың да даңқтың да керегі жоқ дейтін ол менің бұл жолы да әңгімені басқа жаққа бұрып жібергенін байқаған соң мұңайып. Шын мәнісінде құнды шығармалар жазсам болғаны. Ал мен көп жазам, тек жақсы туындылар ғана. Концерттерме, симфонияларда, операда, балетте қазіргілерінің бәрі жаттығу. Көбісі, өте көбісі тындырар едім. Тек сен менімен бірге болсаң. Ол арманшыл еді, тіпті көп армандайтын, кейде шалқып кететін. Мен мықтымын дейтін, бәрінен де күштімін, әлі көрерсің, бәрін де ұтып жығам. Мақтаншақ деймін мен іштей, ал кейде өнер жолының қиындығын әңгімелейтін. Әй осы менен ештеңе шықпас деп те қоятын. Қазіргі музыка жайлы ойларын айтатын. Кейде тіпті тым алысқа сілтеп маған мүлде бейтаныс қайдағы бір композиторлар жөнінде хикаялап беретін. Мұның бәрі мен үшін тым қызықсыз, іш пыстырар нәрселер еді. Ал ол табиғатында сөзге сараң болғанымен бір шешілсе ұзаққа тартатын. Әрине, мұндайда менің көңілім басқа жақта жүреді. Төлегеннің өзімді сүйетініне көзім анық жетті. Мен шексіз бақыт дедім, бірақ оған қанағаттанбадым. Төлегенді тағы да қинай түскім келді. Бұл маған қызық еді. Сол кездерде оның қандай күйде жүргенін ойласамшы. Өзімнің мерейімнің үстемдігін сезінген соң менің тентектігім шектен шықты. Консерватория студенттерінің жатақханасы алыс, қаланың шет жағында, Аттескер көшесінде. Қазір басқа жаталса керек, мен Төлегенді ұзағырақ ұстауға тырысам.
көбін әдейі істеймін. Транспорт тоқтап қалған кезде талай жаяу кетіп жүрді. Өстіп кеш қайтқан бір күні жатақханаға жақындаған жерде 2-3 бұзақы жабылып, бар киімін сыпырып әкетіпті. Өзін соққыға жығыпты. Әйтеуір тірі қалған. Осы жол оған қаншалықты қымбатқа түскенін кейін ғана білдім. Ол тақыр жетім еді. Әкесі де, шешесі де, туған туысқандары да жоқ. Ешкім қаражат жағынан көмектеспейтін. Және ол кезде жағдай қазіргідей емес. Ақша тауып киім алғанша ай бойы жолдастарының бірінің ескі пальтосы мен костюмін киіп жүріпті. Осы уақыт ішінде маған бірер рет қана қатынады. Ұялған болу керек, тіс жармады. Бар болғаны бір үлкен дүние бастадым. Бітіріп тастайтын едім. Жағдай келіспей созылыңқырап барады. Уақыттан да таршылық көріп жүрмін деді. Арыстанмен сол Төлеген келмей жүрген шамада таныстым. Ол екеуі дүниенің екі шеті сияқты еді. Біріне бірін білді ұқсамайтын. Төлеген көркем өнерге табынса, Арыстан әдебиет, музыка дегендердің бәрін еріккеннің ермегі санайтын. Бұрын ғой дейтін ол, біздің елімізде Толстойда болды, Тургеневте, Пушкинде, Чайковскийде болды. Бірақ Россия артта қалған мешеу мемлекет еді. 1905 жылы жапондардан қалай жеңілгенімізді тарихтан оқыдың. Орыс армиясы мен флотын Толстой сақтап қала алмады. Таза масқара болдық. Ал қазір ілгері дамыған ғылым мен техниканың арқасында Советтер одағы дүние жүзіндегі ең қуатты, ең алдыңғы қатарлы державаға айналып отыр. Маған Арыстанның батылдығы ұнады. Киіп жарып жүретін, және артық ауыз сөз айтпайды. Қыз көңілін немен алдарқатуды біледі. Әйткенмен, оны сізден беріге жақындатпадым. Мен Төлегенде қызғаныш сезімін тудырғым келді. Білсін дедім онсыз да өмір сүре алатынымды. Бір жексенбіге екеуін қатар шақырдым. Үнемі кешігіп жүретін Төлеген бұл жолы ерте келді. Арыстан біз есік алдына шыққан кезде бірақ жетті. Мен тіпті екеуін таныстырсам ба деген ойға жетіп тұр едім. Арыстан бөгет жасады. Кешіріңіз деді ол Төлегенге қарап күретіп. Бұл кісі бізбен бармақ еді. Сөйдеді де мені қолтықтап алып жүре берді. Төлегенге ызам келді. Неге ол да өстіп алып кетпейді? Бұл ойынымның істін асырға шаптырғанын кейін білдім. Бір ай бойы Төлеген көрінбей кетті. Үлкен дүниесін аяқтай алмай жатқан болар деген кекесін мен өзімді іздеп бармадым. Ақыры бір күні одан хат алдым. Зия диваннан тұрды да жатын бөлмесіне барып бір көк конверт әкеп құрбысының қолына берді. Бәтима ауыз ашық конверттің ішінен ескіріп сарғайыңқыраған 4 бүктеулі қағазды алып жазды. Арасында бірнеше жерден сынған фото бар екен. Сол ма? Бұл Зияның өз суреті болып шықты. Сол жылдардағысы. Қалың қызғалдақ ортасында тұр. Шашына да, омырауына да гүл қыстырған, қолында да гүл. Сәл еңкейіңкіреген, езуінде күлкі ойнайды. Өзі де күлдірәуішті. Бәтима суретке қарап қалған еді. Бұл өмір жолы қызыл гүлге толы сияқты көрінетін кездегі суретім ғой, деді Зия естілер-естілмес. Қойсаңшы, қайғы түбіне бата бермей. Бетіңе әжім түсіп отырған жоқ, жассың, сұлусың, тек ден сау болсын. Әлі қасқа мен жайсаңның талайына кездесесің. Білмеймін, деді қабақтарының арасы қосылыңқырап, ойланып қалған Зия. Осы күйімде кетем демеймін. Бірақ ол күндер оралу қайда. Енді мен үшін ең тәтті минуттар өткенді қиялдаған сәттерім ғана болмақ. Жарайды, оқи қой. Ішіңнен оқы. Мен сенімен ілесіп отырам. Бұл хаттың әрбір түріне дейін жатқа білем. Зия, саламатпысың? Осы сөзден кейін нүкте қойдым. Өйткені енді қайтып сенің даусыңды естімейтінімді жақсы білем. Мен кетіп барам. Қатты соқтың ғой. Не айтайын саған? Адам өз қолын өзге сала ма? Саған ауыр сөз айтарлықтай дәрмен жоқ менде. Абайдың бәрімізде білетін бір өлеңінде қаншама тереңді, қаншама сыр барын осы қазір ғана жүрегіммен сезгендеймін. Дүниеде сірә сендей маған жар жоқ, саған жар менен артық табылса да. Сорласық сарғайса да, сағынса да, жартайып жақсы сөзден жаңылса да, шыдайды риза болып жарысында қорлықпен мазағына таңылса да. Мен адамның ең асыл, ең асқар сезімдері музыка ғана толық жеткізіп бере алады деп ойлаушы. Әрине, сөз құдіретін білем дегенмен де, ал мына сөз шыдайды риза болып жарысына. Шыдадым ғой менде, бақыт дедім, сол кездердің өзінде. Әншейін ғана сенің даусыңды естіп тұрудың өзі маған қаншама қуаныш әкелуші еді. Қорлықпен мазағыңды көріп жүрсем де, сенің сол даусыңды ести бергім келетін.
Бірақ амал бар ма? Осылай болуға тиіс шығар. Мен бұдан ары Алматыда қала алмадым. Осы соңғы айлардың ішінде сүйеніш іздедім, таппадым. Маңдайымды сипайтын жан жоқ. Қайғы қуанышымды бірге бөлсеме деп едім сені. Ал сен мені қиыншылық көріп жүргенде жебеудің орнына жерледің. Өтіп кетті ғой соңғысың. Дәл бұлай аяқтаймыз деп еш уақытта да ойлаған жоқ едім. Сен алғаш көргенде арманым, аңсағаным өзің ғой деп ем. Сол ән саған арналған еді. Өз әнімді сенің аузыңнан естігенде төбем көкке жеткендей болып ем. Мен емес, сенің өзің шығарып маған арнап айтып тұрғандай көріндің. Содан соң бір сәт бақыт құшқандай да болдым. Бірақ кеудемнен итеріп тастадың ғой. Қолыңның тағайлы тұр. Алайда саған өкпелеуге хақым бар ма? Кешір. Қазір ойлап отырсам сол кезде үлкен бейбастақтық жасаған екем. Кешір мені. Мен ұнатпаған шығарсың. Әйткенмен сен тым қатаңдық жасадың. Мінезің қатты екен. Неткен қызсың. Мен сені жарым дер едім, жаным дер едім. Ал сен тас бауыр екенсің. Әнде, менің жүрегімді жарып шыққан әнде жібітпеді-ау. Бірақ сезімнің шынымен-ақ соншама алдамшы болғаны ма? Сен қаншама теріс мінез көрсетіп жүрсең де ішкі бір дауыс маған үнемі сыбырлап тұрушы еді. Сен оған ұнайсың, ол сені сүйеді деп. Мен көңіліме қатты сендім. Сенің көзіңнен, кейбір қимылдарыңнан маған деген жылы сезімнің ұшқыны аңғарылып қалушы еді. Әлде солай болып қана көрінді ме? Солай болған ғой. Әйтпесе бүйтермедің. Қатты соқтың, қорладың ғой, қайтейін. Бірақ алдамшы сезім құрғыр, көзі көріп тұрғанға әлі сенбейді. Зия сені сүйеді деп сыбырлайды. Дәл бүгін онысына сене алар емеспін. Осы уақытқа дейін сеніп ем. Алдандым ғой. Жат біреудің құшағында кете бердің-ау. Қош, сау бол. Сенің шексіз бақытты болуыңды тілеймін. Одан басқа не келеді менің қолымнан? Қош, сау бол жаным. Ақ тілегім мен тілеймін тағы да. Бақытың тасысын. Артық ауыз кеткендерім болса кешірерсің. Бәріміз де пендеміз ғой. Әлсіздік жасаған шығармыз. Төлеген, 1951 жыл, 15 мамыр. Бәтима хатты оқып болған соң Зия әңгімесін жалғастырды. Менің басым алғашқы оралған ой, қайда кетеді, неге болды? Бір сұмдықтың келгенін білдім. Басым зеңгіп айналып қоя берді. Трамвай аялдамасына жүгірдім. Әлі тұрым, трамвай жоқ. Енді такси ұстамақ болдым. Қырсыққанда қымыран рет деген ғой, такси де табылмады. Өтіп жатыр. Бәрінде кісі бар. Ақыра біреуі тоқтады-ау. Жол бойы шоферді асықтырумен болдым. Бұл да бір жай басар екен, ештеңемен жұмысы жоқ, қалыпты жүрісімен тарта берді. Бұдан жылдам жүруге тыйым салынған дейді. Авария жасауымыз мүмкін. Консерваторияның жатақханасы қай жерде екенін шамалаған мен Төлегеннің қай бөлмеде тұратынын білмейді екем. Енді кіріп шығып жатқандардан сұрауға тура келді. Төлеген деген жігітті білмейсіз бе деп сұрадым, қорапқа салынған плитасын құшақтап, тық-тық басып келе жатқан әдемі қыздан. Қай бөлмеде екен? Төлеген? Ол қазір мұнда тұрмайды ғой. Енді қайда? Осы жақында оны... не пәтерде болу керек. Анағын білмеймін. 7-ші бөлмеге барыңыз. Бір қоқитын балалар сонда жатады. Бір қоңқақ мұрын қара жігіт шықты. Төлеген кіміңіз еді? Ол менің сұрағыма жауап берудің орнына жай танысым еді. Өте өкінішті деді ол қолының сыртымен аузын көлегейлеп есінеп. Кешіктіңіз. Төлеген кеше кетіп қалды. Төбемнен шай түскендей болды. Қоңқақ мұрын жігіттің бұдан соңғы айтқан сөздерін естігем жоқ. Үйге қалай келгенімді білмеймін. Ертеңіне қайта бардым. Қайда кетті екен, адресін біліп хат жазбақпын. Жеткенше не айтатынымды да ойлап алдым. Төлеген дермін деймін. Өзіңнен басқа ешкімім де жоқ. Сенсің менің қалғаным. Еркелей, наздана жазғым келеді. Төлеш, неткен төзімсіз жігітсің. Менің шалдуар қалжыңымды да көтере алмағаның ба? Қызғаншақ екенсің ғой. Кім ол сенің қасыңда? Дүниедегі барлық жігітке сені айырбастармын ба? Қайғыны ұмытып бір сәт бақытқа қайта кенелдім. Есік қаққанда кешегі қоңқақ мұрын қара жігіт тағы шықты. Дейді ол, алды-артыңызға қарамай тұра жөнеліп едіңіз, қайтып келдіңіз бе? Төлеген қашан кетті деп сұрайым. Алдыңғы күн дейді ол жаймен. Осы кезде менде күмән туға қалды. Әрине, Төлеген кеткен жоқ. Оқуын тастап қайда барушы еді? Арман емес пе еді композитор болу?
әзілдеп жазған ғой. Қазір осы бөлмеде отыруы да мүмкін. Мені сынайын деген шығар. Кеше кетті деп едіңіз ғой. Қоңқақ мұрын жігіт сәл аңырып қалды да, деді тағы кеңсірігінен мырс етіп. Мен ол сөзді айтқаннан бері бір күн өтті емес пе? Арқамды сығарғарып бара жатты. Есімнен адасатын шығармын деп ойладым. Кетті деп тұр емес пе? Демек кеткен. Әйткенмен әлі де үміт бар еді. Кетсе қайда кетті деп сұрайым. Бейхабармын дейді қоңқақ мұрын жігіт міз қақпаған күйінде. Өзі де білмейді-ау деймін, қайда бет алғанын. Новосибирск жақтағы бір қазақ ауылында ағайындарым тұрады деген естігенім бар. Жалпы тұйық жігіт еді, ешкіммен сырласпайтын. Өте жақсы жігіт еді деді мен бас аяғымды көзімен шолып өтіп. Бірақ қиқарлау болатын. Өз айтқанынан басқаға көнбейтін. Соңғы кездерде шарт етпей ашуланғыш болып кетті. Деканмен сөзге келісіп стипендиядан алынып қалды. Қыс бойы қалай күн көргенін білмеймін. Сірә жексенбі күндері әр жерге барып қол жұмыс істеп ақша тауып жүрсе керек. Қабілетсіз жігіт емес еді дейді сәлден соң маған қадала қараған қалпы. Тек жазғандары былай нелеу келеді. Ақыл кеңес ретінде достық сынды айтып көрдік. Адам бір ал жазса қайырлау қиын ғой. Көкке шапшып жерге түсті. Тыңдамады. Ақыры соның түбіне жетті. Сонша сұрайтындай кіміңіз еді дейді. Жерлесіңіз бе? Жоқ деймін, жігітім. Жігітіңіз бола тұра жайынан ештеңе білмегеніңіз қызық екен. Аздан соң бүгінгі кеш әдемі екен дейді. Кино көргіңіз келмей ме? Рахмет айтып кетіп отырудан басқа ештеңе қалған жоқ. Мен сөйтіп жоғалттым Төлегенді. Жоғалған нәрсе табылуы да ықтимал ғой. Табам ба деген үмітте болдым. Алматыға әйтеуір бір келер, сонда маған қалайша соқпай кетеді. Көшеде үнемі жан-жағыма қаранып жүрем. Мүмкін кездесіп қалармыз. Кездеспеді. Бірде кітапханаға бара жатқанда автобус аялдамасындағы жұрт ішінен теріс қарап тұрған біреу жылы ұшырап қоя берді. Төлегенді ойладым. Дауыстап жібере жаздадым. Жүрегім лүп-лүп соғып, қан басыма шапшыды. Жақындап келіп қарасам, баяғы қоңқақ мұрын жігіт екен. Өстіп 1 жыл өтті, 2 жыл өтті, азаппен 3-ші жыл тағы өтті. Осы 3 жыл бойы арыстан менің соңымнан қалмады. Әйткенмен оған жылы шырай берген емеспін. Енді маған келмеңіз, мен басқаныкімін деп талай айттым. Міз бақпайды. Көбіне сөзді басқа жаққа аударып жібереді, немесе бәрін қалжыңға айналдырады. Өзінің жолдастары лабораторияда бірге істейтін қыздар жайлы ананы-мынаны айтып біраз тұрған соң киноға сүйрейді. Қанша дегенмен мен де пендемін ғой, бірте-бірте жебей бастадым. Төлеген саған жоқ, оны ұмыт деп өзімді өзім азғаратынды шығардым. Бірақ мұным үшін Төлеген мені қатты жазалады. Өзі жоқ болса да әндері соңымнан қалмады. Ара-тұра радиодан айтылатын, ал жастар жағы аузынан тастамайды. Кештерде де, жиын тойларда да. Төлегеннің өзім арнаған әнін естігенде не болып кеткенімді білмеуші едім. Өткен күндер көз алдыма келе қалатын. Қар жауса үйде отырмайым. Жылы киініп алып сыртқа шығамда, баяғыда Төлеген екеуміз қыдырған жерлерге барып жалғыз өзім жүрем. Сол арман болған түнгі ұқсас талай кешті өткіздім. Бірақ қасымда Төлеген болған жоқ. Талай рет сол кезде Төлеген еркелегенім есіме түсіп, аспаннан жауған қар түйіршіктерін алақанымды тосып тұрдым. Бірақ мені ешкімді құшақтап сүймеді. Ақыры мен мединститутты бітіріп, іргедегі Жамбыл ауданына қызметке кеттім. Уақыт озған сайын Төлегенді кездестірем деген үмітім жіңішкере берген еді. Енді үзілді. Бақытымды шынымен жоғалтқаныма көзім жетті. Адам неге болсын көндігеді екен. Көндіктім. Көндікпегенде не істейсің? Арыстан маған жексенбі сайын автобуспен келіп қайтатын. Ақыры мен Төлегенді ұмыттым деп өзімді өзім сендірдім. Аз уақыт ұмытқандай болдым. Арыстанның құшағына құладым. Той аяғы тарқар-тарқамастан Арыстан кандидаттық диссертациясын қорғады да Новосибирскіге ауыстық. Арада 4-5 жыл өтті. Күйеуге шыққаннан соң алғашқы айларда Төлегенді қайта ойлап жүрдім де бірте-бірте ұмыттым. Шындап ұмыттым. Арыстан жаста болса, атақ абыройы зор, мәртебесі биік. Басына бақ, мәнсап үйірілген құлама шалдардың өзі оны жоғары бағалайтын. Жас деп әлпештейтін, болашағы зор деп сыйлайтын. Мұны мен де мақтан едім. Тек араласып жүрген дос жар саналатын адамдарының бәрінің де Арыстанға ұқсастығы мезі қылған. Бұлардың көпшілігі дүние қызығынан бейхабар, есеп машиналарынан басқа ештеңеде шаруасы жоқ, өз ісіне берілген фанатик жандардың. Арыстан екеуміз бақытты сияқты едік.
Жұрт қалай тұрса, біз де солай тұрып жаттық. Адал жар болдым. Бір арманым сәби көріп еді. Тағдыр жазбаған екен. Әйткенмен бұл арыстанның ойына кіріп шықпайтын. Төлеген сияқты оның да мен түсінбейтін мінезі көп еді. Бірақ бір ғажабы, нешеме жыл отассақ та шүйіркелесіп, сырласып сөйлесе алмаймын. Бойында әлденендей дүлей күш бар сияқты адамды езіп, жаныштап тұрады. Шынымды айтайын, мен одан қорқатын едім. Обалы нешік, екеуміз өте тату тұрдық. Шынаяқ сылдырап көрген емес. Сөйтіп жүргенде бір күні: сен жындыхананы көргенің бар ма? Қаланың шет жағында тұратын клиенттеріме бара жатып қасынан өтіппін. Дүниеде мұндай сұмдық болады деп ойлағанда жоқ едім. Сыртқа ағаш дуалын жинап тастап, кірпіш қабырға қалағалы жатыр екен. Аула биік шойын шарбақпен қоршалған. Ар жағында адамнан гөрі тағы аңға көбірек ұқсас, үсті бастары алба-жұлба кісілер жүр. Біреулері отыр, біреулері киімдерін сыпырып тастап, тақыр жерде күнге қыздарынып жатыр. Көбі бет алды аржалақтап, өздерімен өздері болып жүр. Екі-үшеуі мені көріп, атам замандағы шастушкаларды айта бастады. Менің зәрем ұшып кеткен еді. Осы араға жақындамай айналып жүретін болғам. Бірақ көп ұзамай аңдаусызда тағы да үстіне шығып қалыппын. Тезірек жанымнан өтіп кетуге тырыстым. Кенет өзіме бүйірден біреудің қадала қарағанын сездім. Жалт бұрылып едім, үсті басында сау тамтығы жоқ, шашы ұйпа-тұйпа сабалақ біреу шарбаққа жабысып, қимылсыз сілейіп тұр екен. Көзі өңменімнен өтеді. Мен жалт қарағанда ол баж етіп қолымен бетін басты да теріс айналып кетті. Ес түсімді білмей үйге келдім де диванға құлай кеттім. Бұл Төлеген еді. Дегенмен көзіме сенбедім. Анағын білейін деп 3-4 күннен кейін қайта бардым. Бас дәрігері қартаң адам менің Төлегенге келгенімді естіген соң үндемей аз тұрды да: ол кіміңіз болады деп сұрады. Кімім дейін? Жай танысым еді дедім. Онда жөн деді. Өзінің туған туысқан жоқ жігіт еді. Осыдан 6-7 жыл бұрын деймін, бір жамағайындар әкеп тапсырды. Шөп жауып жүргенде далада ұйықтап қалған екен дейді. Содан ай туғанда бірақ ояныпты. Алғашқыда айқайлап өлең айтып тыныштық таппаған екен, кейінірек мүлде тілі қатпайтын болыпты. Осында өткізген жылдарының ішінде бірде-бір рет тентектік көрсеткен емес. Үндемейтін де. Тек кей-кейде қолын ербеңдетіп, сірә батыс классиктерінің шығармалары болу керек, әлденендей бейтаныс әуендерді ысқырып кететін. Және бір бастаса Құдай сақтасын, жуық арада қоймайтын. Біздің жұмыстың жайын білесіз, бірақ оған көп күш қолдана бермейтінбіз. Сау кезінде өте ақылды жігіт болған сияқты. Дегенмен сіз кешіктіңіз. Ол бүгін таңға жақын дүние салды. Мен теңселіп кеттім, білем, дәрігер қолымнан ұстай алды. Бүйтіп жүргенше өлгені жақсы болды деді ол. Сондықтан қуануыңыз керек. Қапа болмаңыз деді тағы да дәрігер, мені бекіте түскісі келіп. Бұл пәнеге кімдер келіп, кімдер кетпеген. Бәріміз де өлеміз. Бірақ байғұс соңғы 2-3 күн ішінде қатты азаптанды. Әлде кімдерді атап шақырып, әлде біреулермен күбірлеп сөйлесумен болды. Көптен бері қойып кеткен ескі әдетіне басып ыңылдап, әлденендей бір мелодияларға салды. Дегенмен деді дәрігер аздан соң: танысыңызды ақырғы рет көріп қалғыңыз келсе асығыңыз, әлі жерлей қоймаған шығар. Мен не өлі емес, не тірі емес дәрігердің соңынан ердім. Ол созылып тыныш қана жатыр екен. Сол баяғы күйі, сол баяғы менің Төлегенім. Бірақ түсі суық. Жағы сорайып, танауы қусырылған, сұп-сұр. Мен жақындап кеудесіне айқастырылған қолын ұстауға да қорықтым. Чап беріп сенсің мен өлтірген дейтін сияқты көрінді. Әйткенмен Төлегеннің сүйегін алып қолдан қоямыз деуге батылым жетті. Үйге келген соң Арыстан екеуміздің арамызда үлкен жанжал шықты. Мен өз айтқандарымды істедім. Төлегенді жер қойнына тапсырған күннің ертеңінде өзіме осыншама бақытсыздық әкелген қаланы да Арыстанды да тастап Алматыға тартып отырдым. Қара көлеңке бөлмені меңіреу тыныштық кернеді. Екі әйел біріне бірі тығылысып, қимылсыз, үнсіз отыр. Тек қабырғадағы ағаш қорапты үлкен сағаттың бір қалыпты самарқау соққан тықылаған естіледі. Сүйегіне барғанда алдым жаңағы суретті деді аздан соң Зия тыныштықты бұзғысы келгендей сыбырға жақын үнмен. Төс қалтасынан шығыпты. Сірә кезінде біздің қыздардың бірінен қалып кетсе керек. Өзім жат біреудің құшағында жатқан кездерімнің бәрінде де суретім Төлегеннің төсінде тыныстапты. Мен арам денемді сатып, алдамшы сезімге елітіп жүргенімде оның осы жансыз суреттен басқа сүйеніш ештеңесі болмаған.
ал менде қазір көңіл жұбатуға оның суреті жоқ. Тек бір жапырақ қағазға жазған хаты мен әні. Әні, деді Батима сұрауға да қорыққандай тұтығыңқырап. Ол қандай ән? Зия сағатты қылына құлағын тігіп сәл отырды да, Батимаға студент кезінен бері жақсы таныс бір әнді нәзік дауыспен жайлап бастап, қайырмасына келгенде ары қарай соза алмай өксіп жылап жіберді.